Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен атылмайтын, қытырлақ, өте дәмді болып шығатын қысқа осындай тамаша қиярлар жабатын боламын. Өте дәмді болып шығады, сондықтан видеоны мұқият соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қиярларымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Сыртындағы ағын кетіріп, екі басын кесіп, салқын суға 4-5 сағатқа қалдырамыз. Енді біз оға дейін банкаларымыздың барлығын булап шығатын боламыз. 10 минутқа мен булап алдым және қақпақтарында. Ары қарай буланған банкамыздың ішіне балғын укроп немесе кептірілген түрде болады. Оның үстіне хрен жапырақтарын салатын боламыз. Егер сіз хрен жапырақтарын көп ұнатпайтын болсаңыз, жартысын қоссаңыз да болады. Ары қарай енді қырыққабатымызды және болгар бұрышымызды саламыз. Барлығын нығыз етіп салып шығатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің арнама тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Ары қарай енді біз 5-6 дана сарымсағымызды және де ащы бұрышымыздан біреуін салатын боламыз. Және де 3-4 дана лабыр жапырағын салып, барлық қиярларымызды нығыз етіп банкамызға салып шығатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 20-30 минутқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Керек заттың құрамын описание бөліміне толық жазып кететін боламын. Сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Бізде 30 минут өтті. Енді бұл суымызды біз бір ыдысымызға барлық банкамыздегі суымызды төгіп тастайтын боламыз. Бұл су бізге қажет емес. Біз қазір қайтадан тұзын салып қайтадан су құятын боламыз. 2 литрлік банкіге 1 ас қасық құмшекер, 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық уксус және де қара бұрыштың бұршақтарын қосатын боламыз. Енді сізде егер 1 литрлік банка болатын болса, осының тең жартысын салатын боласыздар. Ал егер 3 литрлік банка болатын болса, 1,5 ас қасық құмшекер, 3 қасық тұз, 1,5 қасық уксус қосамыз. Ары қарай біз енді сақырлап тұрған қайнаған суымызды банкаларымыздың бетіне толтырып құйып шығатын боламыз. Ары қарай құйып болғаннан кейін закривашканың көмегімен біз банкаларымызды жақсылап жауамыз. Жауып болғаннан кейін оның дұрыс жабылғанына көз жеткізіп, банкаларымызды тексеріп көреміз. Біздің қиярларымыз дайын. Осыны енді 2 тәулікке қалың көрпеге орап, бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, жоғары жақтағы подписация бөлімін басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Және де менің каналымда басқа да қыстық рецепттер видеолары бар. Менің каналыма өтіп көріп алсаңыздар болады. Сіздермен болған әсем. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.